Қымбатты көрермендер, міне мен бүгін мынандай тез дайындалатын және дәмді, сондай дастарханның сәнін келтіретін осындай салат дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мына қиярдың, алдымен қиярды керек емес жерін кесіп алып тастап, оны екіге бөліп, оны және екіге бөліп, бүйтіп қиғаштап тураймыз. Орташа ғып, өте жұқа емес, өте қалың емес, орташа ғып тураймыз. Пиязды екіге бөліп, оны және екіге бөлгім кеп тұр. Онан соң сәбізін тураймыз. Теркадан арнайы өткізгіштен өткіземіз. Сарымсақты күштен өткіземіз. Ас қасықпен көк пиязды ұсақ қып тураймыз. Ащы бұрыштан чай қасықпен бір қасықтай саламыз. Паприка ас қасықпен бір қасық саламыз, ортарақ. Қант саламыз, шай қасықпен бір қасық. Соевый соустан 2 ас қасық. Біреулер күнжіт майын қосады, мен бірақ зәйтүн майын қосқым кеп тұр. Ас қасықпен бір қасық. Менде күнжіт аз ғана қалған екен, енді болғанын қосайын деп тұрмын. Шапшаң және дәмді салат. 5 минуттай, 5-10 минут қойға болады. 5 минут тұрғыздырдым. 5-10 минут тұрғызуға да болады. Міне енді менің әрі шапшаң, әрі дәмді салатым дайын болды. Енді менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.